Ұлтымыздың мәдени мұрасы секілді қолөнер бұйымдары да ұрпақтан ұрпаққа мұра болып келе жатыр. Соның бірі құрақ. Яғни халық бұрында үнемдеу мақсатында осындай маталардың қиындыларын біріктіру арқылы өзіндік мән мағынасымен құрақтардан түрлі бұйымдар жасап шығарған. Қымбат көрермен, бүгінгі бағдарламамызда құрақтың мәні, құрақтан жасалатын бұйымдар туралы сөз қозғайтын боламыз. Бүгінгі студия қонақтарымен таныстырып өтейін. Алдымен эфирде жүргізуші қыздарыңыз Әсемгүл Арман, біздің бағдарламамыздың тұрақты сарапшы маманы Гүлжан Тұрғанқызы. Гүлжан ханым, қош келдіңіз. Және Айнұр Меңдібайқызы, тігінші, қолөнер шебері, дәл осы құрақтың көптеген түрлерін өз қолымен тігіп, шәкірттеріне үйретіп жүрген шебер маман деп айтсақ болады. Қош келдіңіздер студиямызға. Енді бұл мәдени мұрамен жаңғырып келе жатқан қолөнердің бұл түрі қалай үйрендіңіз? Жалпы қанша уақытта 100% меңгеріп шығуға болады екен осы өнерді? Өзіңіз айтып беріңізші. Жалпы құрақ өнерін мен 2017 жылы бастаған болатынмын. Декреттік демалыста қызығушылық пайда болды осы тігінге. Және неше түрлі мастер-класстарға қатысып, онлайн, офлайн сол жерде үйренген болатынмын. Үйренуге 1 жылдай уақыт кетті. Басында қорқыныш болды кішкене, үйлестіре алмайым ба деген сияқты. Жалпы сабырлықты, төзімділікті талап етеді. Құрақтың бірнеше түрі бар, иә? Ол енді бұрын қиынды маталардан ғана құрал жасалатын болса, қазір заманауи түрде әдемі маталармен, велюр деп жатамыз, мақпал деп жатамыз, түрлі маталармен құрастырып бірнеше құрақ көрпелер тігіп жатыр, жастықтар тігіп жатыр. Басқа қандай бұйымдарды атап бере аласыз? Жалпы құрақпен көрпе, жас балалар, нәрестелердің жиынтығы, интерьерлерде де қазір қолданады, және киім үлгісіне де құрақтарды қазіргі заман талабына сай қосып жатыр. Олардың бәрі жаңарып, қазіргі таңда қыз жасауына да, тұрмыс тіршілікте де қолданып жатыр дейсіз. Жалпы қыз жасауына береді. Бұл жерде құрақтың мағынасы құралу деген мағына. Жас отбасы қосылған кезде қыздың жасауына құрақ көрпесін қосып жатыр. Құралсын, құралып кетсін, жақсы отбасы болсын, берекелі отбасы болсын деген мағынада беріп жатыр. Бұл енді ғасырлар өте келе бұрынғы заманда жаңағы қазақтың қолөнерінің ісмерлігінің арқасында ысырапшылдыққа жол бермеу мақсатында пайда болған қолөнердің бір түрі. Және неліктен бүгінгі күнге дейін сақталып келе жатыр бұл өнер? Қалай ойлайсыз? Бұл енді құрақ өнері ата-бабамыздан жалғасып келе жатқан өнеріміздің ерекше түрі деп айтуға болады, және сұранысқа ие түрі деп айтуға болады. Өйткені қыз жасау әлі күнге дейін ата-бабамыздан қазіргі күнге дейін жалғасын табуда. Және де бұл енді құрақтың қазір енді түрленуі соншалықты, оның қазір жаңа айтып отқандай киімге де, жиһазға да, оны жаңағы сөмкелерге де, бас киімге де неше түрлі құрақтан жасап, неше түрін жасап жатыр. Бұл құрақтың түрі қазір дамып жатыр деп айтсақ болады, жаңаша түрде дамып жатыр. Әрине бұл бұрын ғұмыр ұзақ деп айтуға болады. Неге? Өйткені бұл жаңағы ұсақ, неше түрлі қалған қалдық жаңағы маталардан енді шебердің фантазиясына қарай неше түрлі жаңағы тіпті сурет өнеріне де кейбір кезде үйлесіп кетіп жатады. Ою өрнектерінің шығуына да сол құрақпен де ою өрнектің түрін шығарып, одеялдар шығарғанда мен таңғалдым, мынау құрақтан жасалған ба десем, иә дейді. Тіпті сене алмайсың, бірақ әдемі ою өрнектер шыққан кезде қанша шеберлік, қанша жаңағыдай сабырлық керек екенін, осы жерде төзімділік керек екенін, және сондай үлкен шеберлік керек екенін көріп жатамыз. Бұл жаңағы құрақтың дамуы өте біздің қазіргі заманға өте керек деп айтуға болады. Неге? Өйткені бұл ысырапшылдыққа жол бермейді бірінші кезекте. Өйткені киетін киіміміз бар, кимейтін киіміміз бар, кей кезде жаңағы тастауға қимай жатасың бір киімдерімізді. Немесе жаңағыдай болады, біреуге беруге де ұят, бір жері жақсы, бір жері жаман. Сол жер жақсы жерлерін алып қаламыз да, жаңағы мына құраққа әдемі кететін сияқты деген сияқты қиып, оны құраққа үйлестіріп жатқан мысалға осындай шеберлеріміз бар. Бұл жаңа
жаңағы бірінші ысырапшылдыққа жол бермейді, және ол нәрсенің екінші дүнияға пайдаға асуына себепші болады. Қол ұстағыштар деген сияқты неше түрлі нәрселерге пайдаға асып кетіп жатыр ғой. Сол сияқты маталардың түрін, кез келген түрін пайдалануға болады. Тіпті өткенде бір нені көрдім. Ол құрақ емес, бірақ енді кәдімгідей болады, құраққа пайдаға аспайтын маталар да болады. Солардан әдемі етіп алаша тоқыпты біреу. Бірін-біріне жалғастырып, жаңағы жіп-жіп қылып, тіпті есін алдына төсейтін, аяқ сүртетін әдемі алаша тоқыған, тіпті әдемі қылып, тіпті цветтерін келтіріп, сол сияқты жаңағы ысырапшылдыққа жол бермеу жолдары өте көп қой. Ең бастысы сол жаңағы кимейтін киімдеріміз болсын, жаман маталарымыз болсын, соны пайдаға асыру жолын қарастырған өте жақсы. Құрақ тігуге келмейтін маталар деп отырмыз, иә. Бұрын енді қолда бар маталардан, киімнің қалдықтарынан тігетін болса, қазір дәл осы құраққа қандай мата түрлерін пайдаланған дұрыс? Қайсысы төзімдірек болады? Жалпы құрақ дегеніміз енді тек қана матаның қиындысы немесе ол қиындыдан жасалған бұйымдар емес, ол құрақты біздер әжелерімізден, аналарымыздан бізге қалған аманат деп есептеуіміз керек. Себебі бұл деген өте көп ғасырлар бұрын пайда болған құрақтар. Жалпы бұрынғы кезде аналарымыз енді соғысқа кетті ғой, үлкен ер адамдар. Сол кезде үйде қалған балалардың киімімен бағанағы әкесінің киімін, бағана сіз айтқандай, қоқысқа тастауға да болмайды, біреуге беруге де болмайды. Сол кезде сол екі адамның киімін бір-біріне құраған әкесі мен баласы тездетіп табыссын, қайта көрсін деген мағынада. Ол бана бір жағынан ысырапшылықтың алдын алады, және бір жағынан аналарымыз соған сенген. Құрақтың бір қасиеті. Осылай екеуінің киімі бірге құралып тұрса, екеуінің бастары қосылады деген сияқты мағына. Ырым, иә. Және алдыңызда тұрған оюлардың да, құрақтың да оюлары әртүрлі. Енді бұрынғы заманда мен ойламаймын мынадай оюлардың таңдауы болды деп. Бұл енді қазіргі замандағы жаңарған нұсқа, иә. Және нені білдіреді? Мысалы, бұл мүмкін отбасылық, татулықты білдіретін мәндегі оюлар бар шығар, мүмкін жаңағы тағы да басқа қыздың бақытты болуын тілейтін оюлардың түрлері бар шығар, өзіндік бір мәні бар шығар. Соларды түсіндіріңізші біздің көрермендерге. Бізде енді мына жерде бірнеше құрақтың түрлерін алып келдім. Әр құрақтың өзінің атауы бар. Мысалға, мына құдық құрағы. Бізде қазақта әдемі сөз бар ғой, өз су ішкен құдығыңа түкірме деген. Яғни қыз баланың үйде алған тәрбиесін өзге жұртқа барған кезде жаман атқа әкелме деген сөз. Яғни өз отбасында алған тәрбиеңді сақта деген мағынаны береді. Енді мына жерде мына қарама-қарсы құрақ. Бұл жерде түс үйлесімділігі де өте әдемі келіп тұр. Қарама-қарсы құрақ. Өз отбасыңды қалай көрсең, барған отбасыңды да дәл солай көр, дәл солай сыйла деген мағынаны береді. Енді мына жерде мына тырна құрағы. Бұл жерде қыз бала келін болып түскеннен кейін ол отбасыда оның келіні болады, абысыны болады, енесі болады. Солармен бірге қаз қатар дізіліп, өніп, өс деген мағынаны береді. Енді мына жерде мына саты құрағы. Саты құрағы дегеніміз өмірдің кез келген сатысынан жолдасыңмен бірге сүрінбей өт деген мағынаны береді. Енді мына өте әдемі амандасу құрағы. Бұл құрақты біздер қыз жасауына қосқан кезде құдағайымызбен әр кезде жақсылықта, жақсы хабарда амандасайық, көрсейік деген мағынаны береді. Енді мына жерде жебе құрағы. Бұл жерде жас отбасы, жолдасы да, әйелі де екеуінің көздеген мақсаты бір болса, яғни қол ұстасып бір мақсатқа бірге жетеміз деген мағынаны береді. Енді мына жерде шырмауық құрағы деп айтамыз, және Версаче оюына ұқсайды. Шырмауық құрағы. Бұл дегеніміз кез келген өмірде бір қиын жағдайлар болып жатады, немесе бір шешілмейтін түйін болады. Соны оңай, ақылмен шешіп шық деген мағынаны береді. Яғни кез келген жағдайдың, қиындықтың шығу жолы бар. Соны ақылмен, сабырлықпен, төзімділікпен табып шық деген мағынаны береді. Яғни осы қыз жасауын берген кезде осылай әр құрақтың өзінің мағынасы бар. Осыны қосып отырамыз міндетті түрде. Түсінікті. Және мына жердегі өзіңізбен бірге алып келген жастығыңызда осындай оюлар бейнеленген. Бұл жерде де сол құрақтар пайдаланылған. Енді қазіргі таңда банаға түс үйлесімділігі деп жатамыз ғой. Бұрын әжелеріміз табиғаттан алған түсті. Яғни қызыл гүл, жасыл жапырақ, күннің сәулесі деген сияқты. Енді қазіргі жастардың заман талабына сай
түстерді өзгеріп жатыр. Мысалға көбінесе мынандай күлгін түстерді пайдаланады. Ашық түстер. Ашық түстер осындай ақ пен сары, бұл жерде алтын түстес. Яғни ақ дегеніміз пәктікті беретін болса, сары түс деген байлықты береді деген сияқты мағынада қосып жатырмыз. Түсінікті. Енді бұл құрақтың мәні мағынасы қазақ халқының өмірімен, береке бірлігімен, шаңырақ татулығымен байланысты болып тұр ғой. Неліктен қазақ осы бір өмірін құрақпен байланыстырған? Неге осы құрақтан біз қазақ дүниетанымын көре аламыз? Енді бұл жерде жаңа ырымы бар, ниеті бар, сол жаңағы ойларының бәрі негізі осы отбасының жаңағы құралып, үй болсын, осындай жақсы қасиеттер бойларына дарысын деген сияқты жаңа әдемі айтып түсіндіріп кетіп жатыр. Сол нәрсенің бәрі осы екі жастың бойында болсын деген ниетпенен осындай құрақ көрпемен құрақ жасықтарды осы қыз жасауына міндетті түрде беріп жатады. Және де өткенде бір апамыздан не алғам, құрақ қос жастық деген бар. Оның да басқа бетіне жаңағы құрақ жасаған екен. Негізі бұрынғы қос жастық қандай болады дегенде менің артымнан келген қос жастық бар. Мен соны саған берейін деп мұражайға тапсырды. Сол кезде қарасам жаңағы құрақ алды, құрақ арты жаңағы мақпалдан жасаған. Сонда жаңағы бір жастықта жастары қартайсын, бір жастықта бастары құралсын деген ниетпенен жасалған деп әдемі құрақ жасаған екен. Сол мысалы ата-бабамыздан келатқан салт дәстүр, мұның бәрі жаңа осы отбасының ынтымағын, бірлігін, татулығын, бір-біріне деген сыйластығын арттырсын деген ниетпен жасап отыр. Ол біздің қазақ ырымшыл, сондай ниеті дұрыс болу керек дейді ғой адамның, сол сияқты ниеті өте жақсы болған, жоғары дәрежеде деп айтуға болады. Сондай ниетпенен жасалған отбасы жаман болмайды деп ойлаймыз. Баяғыда енді біздің отбасында жаңағы ажырасу деген көп болған жоқ, мысалы да, өйткені сондай ниетпенен, сондай жақсы тілекпенен, осындай жақсы сондай көзқараспенен жаңағы құрақтардың түрін жасау арқылы ол жаңағы ниетімізде осы отбасының жақсы болып құралуына себепші болады деген ойдамыз. Түсінікті. Яғни қазақ осы құрақ арқылы ой тілегін ішіндегі, көкірегіндегі тілегін жеткізген. Жүрегіндегі бар айтарын осы құрақ арқылы да айта алады деген сөз ғой. Ұзатылып жатқан қызға да жаңағы тастай батып судай сіңсін, екі жақты да тең ұстасын деген сияқты тілектер осыдан шыққан дейсіз. Енді бұл сұранысқа байланысты ғой. Қандай құрақтар сұраныста, қандай түстер сұраныста? Бана айтып кеткендей, жастар көбінесе ашық түстер, ашық түстер, ақ түс, сұр түс, сары түс. Жиһаздың көбінесе жиһаздың түсіне үйлесетін, жайғанда да соларға үйлесетін. Қазіргі заманда көбінесе ақ түстерді таңдайтын болып кеткен ғой, мебельдерде де. Ал ою бейнелеп көрдіңіз бе? Мысалы, мына жастықта ою бейнеленген екен, бірақ бұл кішкентай модельде. Үлкен түрлерін көрпеге немесе тағы басқа дүниеге бейнелей аламыз ба? Қандай жағдайда? Қазақтың оюының ең негізі қошқар мүйіз ғой. Қошқар мүйізді көрпеге, алаша, текеметтерге салады. Ол қошқар мүйізді сыйлы қонақтардың астына төсеген бұрын қазақ халқы. Құдаларға, жасы үлкен адамдарға төсейтін болған. Ол оюларды да біз әр көрпенің дизайнына байланысты ғой. Мысалы, кейбір дизайнда ою қосылу керек болады. Кейбір дизайнда таза құрақпен кетеді. Сол сияқты банағы ою өрнекті де қосып отырамыз. Біздің Асыл мұра атты бағдарламамызда құрақты қалай тігу керек деген тақырыпта өзіңіздің бір мастер-класс дейді ғой, шеберлік сабағыңызды өткізген болатынсыз. Мәселен, мына бір құрақтың осы бір шаршы түріндегі моделін тігу үшін қанша уақыт керек болады және қандай материалдар керек? Енді бастап жатқан қыз-келіншектер қалай үйренуі мүмкін? Бұл жерде енді бізде негізгі мата астында бөз. Бұл бөзіміз қатты болса, соғырлым, құрағымыз тегіс әдемі шығады. Және бұл жерде велюр матасы, бұның ені 2,5 сантиметр болады, ал ұзындығы енді 1 метр, метр жарым, оны ала береміз ғой, кескенімізге байланысты. Біздер енді мысалға мен өзім тіксем, бұны 2 минутта тігем. Енді жаңа бастап жатқан адамдар кішкене сөгет, қисық шығуы мүмкін, кішкене енді уақыт кетеді ол кісіге. Жарты сағат тігуі мүмкін. Енді мен көріп тұрғаным, құрақта оюдан бөлек геометриялық пішіндер болып тұрған. 3 бұрыш, 4 бұрыш деген сияқты. Басқа қандай пішіндерді қолдана аласыз?
Енді құраққа көбіне енді бұл төрт бұрышты матаға тігетін болғандықтан көбінесе төрт бұрыш болып шығады. Және мына жерде мына бұрыштары бар, бұлар үш бұрыш болып шығады. Мына жерде амандасу құрағында кішкене өз басқаша болуы мүмкін несі формасы. Бұл жерде төрт бұрыш, үш бұрыш арқылы кетеді. Түсінікті. Мәселен, қонаққа төсейтін көрпе деп отырсыз ғой. Көрпеде үлкен қошқар мүйізі оюын бейнеленгенін көріп жатамыз. Ол үлкен форматта болады және жан-жағында құрақтар болады. Оның да бір өзіндік мәні бар ма сонда? Ол да бана айтып кеткенде қошқар мүйіз сыйлық қонақтарға төселетін көрпе ретінде пайдаланамыз. Түсінікті. Енді мысалы Гүлжан ханым, сіз бұрынғы құрақты көрдім деп отырсыз, бұрынғы құрақтың моделін көрдім деп отырсыз. Және салыстырып қарадыңыз ба, қазіргі құрақ пен бұрынғы құрақтардың ою өрнегінде, мүмкін көлемінде бір айырма бар ма? Мен ол жерде байқағаным, ол жерде түрлі түсті болды, бір құрақтың, бір сарынды емес, жаңағы өйткені әртүрлі матадан алынғаны көрініп тұр. Шын мәнісінде де жаңа біз ысырап болмасын деген жолды олар жақсы ұстанғаны көрініп тұр. Өйткені шын мәнісінде де ол жерде жаңа қарада, қызылда, жылтырағы да тұр, тіпті материалдың жұқасы да қалыны да араласқан. Бірақ өте әдемі үйлесім тапқан деп айтуға болады. Сол сияқты енді бұл ата-бабамыздан бұлар енді әрбір матаны жаңа ысырап қылмай, соны пайдалану арқылы бір ерекше бір жаңа келбетін шығаруды ойластырған деп ойлаймын. Мәселен, бізде түркі тілдес халықтардың дүниетанымында ою деген нәрсе таңсық емес, бәрінде бар, ою. Бірақ қазақтың оюы бір бөлек, өзбек халқының оюы бір бөлек, қырғыз халқының оюы бір бөлек деген сияқты әрқайсының оюының түрлері бар. Ал жаңағы бір осы құраққа қандай оюды салған әдемірек көрінеді? Қазақ халқының қошқар мүйізін атап кеттіңіз. Басқа да халықтардың оюын бейнелеп көрдіңіз бе? Жалпы негізі қазақ халқында ою өрнек төртке бөлінеді. Зооморфты, яғни ол жерде жануардың, аңдардың элементтерін алады. Қошқар мүйіз, банағы сынық мүйіз, түйе табан, үйрек мойын деп әртүрлі айтып жатады. Одан кейін өсімдік тәріздес, яғни ол жерде гүл, жапырақ деген сияқты. Одан кейін космостық, яғни ол жерде айға теңеп, жұлдызға, күнге теңеп салып жатады. Одан кейін геометриялық, яғни ол жерде төрт бұрыш, үш бұрыш деген сияқты оюлар. Жалпы негізінде көрпеге банағы зооморфтық оюлар сол көрпеге пайдаланамыз. Ал өсімдік тәріздестерді киімге пайдаланамыз. Кейде мына орнын ауыстырып жіберіп жатады, соны негізі дұрыс білетін адам оны көріп оюдың да өзіндік бір жұмсалатын жері бар. Мысалы бас киімге салуға болмайтын оюлар болады, аяқ киімге салмайтын оюлар болады. Сол сияқты әрқайсының өзінің орны болады. Ал жұлдыз тәрізді оюларды қандай жерден байқай аламыз? Оларды енді бас киімге салуға болады. Мысалы, себебі жұлдызың жоғары болсын, арман тілегің жоғары болсын, биік болсын деген сияқты мағынада. Тілекпен байланыстырып отырып салуға болады дейсіз. Және қазір заманауи киімдердің өзінде де құрақты көре аламыз. Қалташасына болсын, неше түрлі шоперлер, сөмкелер, жалпы негізі киімге құрақты осылай байланыстырып тігу қаншалықты орынды деп ойлайсыз? Өзіңіздің тәжірибеңізде болды ма? Ол өте орынды деп ойлаймын. Себебі біздер бұл жерде қазақтың ұлттық құндылығын насихаттап жатырмыз құрақ арқылы. Себебі басқа халық көргенде, құрақты көргенде қазақтың иісі шығып тұру керек. Сол сияқты тек қана көрпеге емес, оны киімге де, интерьерге де, басқа да сумкеге бәріне қосуға болады. Өте әдемі шығады. Дұрыс айтасыз. Жалпы, мысалы, біздің студиямызға келген қонақтар үнемі әсіресе қолөнер шеберлері өзінің дайындайын деп жатқан, тігейін деп жатқан материалын алдымен зерттеп алады. Қалай қолданамыз, қалай жасаймыз, оюды қалай орнықтырамыз деген сияқты. Біздің ғасырға жеткен оюлар бар, жетпеген де оюлар бар. Олардың әртүрлі дизайндары бар, және қазір заманауи түрлері де бар, жаңарған. Соны ажыратып бере аласыз ба? Мысалы, бұл бұрынғы ою, бұл қазіргі ою деп жалпы енді бұрынғы ою, қазіргі ою деген жоқ қой. Барлығы сол біздің әжелеріміздің жасап кеткен оюы. Соны біздер жаңартып жатырмыз. Қазір кейбір адамдар айтады, бұл менің авторлық жұмысым, бұл құрақты мен шығардым деп. Ол дұрыс емес. Себебі оны біздің әжелеріміз оқымаса да, оның білімі болмаса да, сол әжелерімізден қалған. Біз соны зерттеп, кейбір жерін мүмкін түзетіп жатқан шығармыз.
Кейбір жеріне бір нәрсенің элементтерін қосып жатқан шығармыз. Бірақ оны қазіргі адам еш оюды мен шығардым деп айтуға құқысы жоқ. Авторлық деген, яғни осы заманда пайда болған деген сөз ғой. Жаңадан пайда болған. Оның бәрі сол бағана айтқаным қошқар мүйізінің элементінен шығады. Кез келген оюды қарап отырсақ, ол жерде қошқар мүйіз болады. Бәрібір де бейнелейтін бәрібір сол қошқар ою мүйіз сол дейсіз, иә. Демек сіз авторлық оюым бар деп айта алмайсыз. Айта алмаймын. Бәрі сол әжелерімізден қалған, бана басында айттым ғой, әжелерімізден қалған аманат. Біз сол аманатты сақтап, ары қарай өскелең ұрпаққа жалғастыруымыз керек. Құрақ осы жерден тоқтап қалмау керек. Өсіп келатқан ұрпақ оны ары қарай жалғастырып алып кету керек. Дұрыс айтасыз. Жаңа айтып отырған киімге салатын, қазір енді этнодизайн, этностиль жаңа бағытта дамып келе жатыр, иә. Болашақта басқа қандай дүниелерден осы құрақты көруге болады? Мысалы, киімнен көреміз дедік, сөмкеден көреміз дедік, бас киімге де кейбір құрақтың детальдарын қосып жатады. Тағы қандай дүниелерге қосар едіңіз құрақты? Осы бір тек қана құрақтан жасалған қажекейлерді көрдім. Ұзынның, қысқасын, оны тіпті жаңағы фигураларында әртүрлі алып жасаған. Үшбұрышта бар, оның ішінде сызығы да бар, басқа матаны да қосып жібергені бар. Сонысымен де әдемі етіп, оның өзін табыс көзін қылып жатқандарды көрдім. Одан басқа көліктеріне де чехол ретінде немесе астына не қылыпты, әдемі етіп құрақ қылып жасағандарды да көрдім. Мен риза болдым ондайды көрген кезде. Ішіне кірген кезде енді құрақтың оны өзінше әсемдеп, әдемі етіп, оюмен қосып жасаған өте әдемі шыққан. Сол сияқты ол адамның фантазиясына байланысты, жапқыштарға да оны жасай беруге болады, әдемі етіп, дизайнын қандай көресің, солай қылып өзінше әсем етіп, қиялға қалай ерік беру керек, солай неше түрін шығара беруге болады деп ойлаймын. Тіпті төсек қап деп жатады, солардың да мысаға қыздардың жасауларын салып беріп жатыр ғой, соның сыртына да құрақпен жасап жатқандарды да көрдім. Мысаға оны да бір бөлек бір әлем қылып, әдемі қылып жасап жатыр. Сол сияқты барлық нәрсеге пайдалануға болады негізі құрақты. Тіпті пальтоңа да жасасаң болады. Көрпе төсегінен екі бастан. Құрақ әртүрлі түстерден құралады, иә. Бізде қазақта көз тимейді деген ырым бар. Яғни ала нәрсеге, жаңағы немесе әртүрлі түстен құралған нәрсеге көз тимейді деген ырым, наным, сенім осы құрақпен де байланысты. Сондықтан да бұл қазақ дүниетанымына жат ұғым емес дейсіз, иә. Бұл көз тиюден де қорғайтын. Иә, бұл құрақтан тіпті сурет өнерінде шығаруға болады, жаңа картиналар шығаруға болады неше түрлі. Өйткені құрақ неше түрлі түсті өзіне алып кетеді, және жаңағыдай фантазиясына байланысты неше түрлі нәрселердің шығуына себепші болатын құрал деп айтуға болады. Түсінікті. Болашақта осы бір құрақ өнерін қалай жаңғыртқыңыз келеді? Қандай деталь қосқыңыз келеді? Мүмкін жаңадан бұйым ойлап табу ойда бар шығар. Мысалы, шәкірт оқытып жатырсыз. Олар қандай жаңа буын, жаңа леп алып келуі мүмкін? Жалпы енді жаңа деталь қосқанда енді барлық детальді біздер пайдаланып отырмыз. Қазір енді көбінесе жастарды байқаймын, бана айтып кеттім ғой, сұр түске, ашық түске бейім болып кетті. Бәрі сол түске ауысып кетті. Енді негізгі осы біздің табиғаттан алған түстер өзіме қатты ұнайды. Қанық дейсіз, иә? Сары, көк, қанық, әдемі, көзге түскенде банаға көз тимеуге де жақсы деп отырсыз ғой. Сол сияқты біз адам қараған кезде назары осы түске ауады. Бұл жерде қатып қалған заңдылығы жоқ. Мысалы, 2 түс пайдалану керек, 3 түс пайдалану керек деген. Құрақта керісінше көп түсті пайдалансақ, одан сайын әдемі болып түседі. Яғни бір текшеде бірнеше түс бола береді, иә? Иә, бола береді. Мысалы, бір құраққа бірнеше түсті пайдалана береміз. Жалпы енді қазақ халқы ырымшыл халық қой. Бана айтып кеткендей, жас нәресте уақытына жетпей босанып жатады ғой, кейде 6 айлық, 7 айлық. Сол кезде осы 40 түрлі құрақты құрап, сол құрақтың үстіне 40 күн бойы сәбиді жатқызған. Сондай ырым болған біздің қазақта. Бұл дегеніміз банаға бала құралып, өсіп кетсін, денсаулығы мықты болсын деген мағынаны береді. Енді бана айтып кеткенде неше түрлі қандай мата қолданасыз деп жатсыз ғой. Бізде бір осындай жағдай болды. Үлкен әйел адам алып келді, өзі бір пакет қылып матасын алып келді. Ішінде неше түрлі мата бар. Маған осы матадан құрақ құрап беріңізші деді. Өзі размерін айтты. Келінім осындай жыл болды, бала көтере алмай жүр. Соған ырым етіп астына төсейін деп едім деп.
Сонда біз ол кісінің әкелген өзінің матасымен құрап бердік. Оның ішінде қалың мата да болды, жұқа мата да болды. Бана түстері, қара түсте, сары түсте бәрі болды. Сеніп әкеліп тұр ғой. Ол сол ырымға сеніп әкеліп тұр. Себебі ол бұрынғының көзін көрген кісі ғой, үлкен кісі. Соған сеніп, маған осыған құрақ құрап берші, осындай размерде. Келіннің астына төсеймін, одан кейін сәби дүниеге келгесін сәбидің астына төсеймін деп. Кері байланыс жасадыңыз ба? Тігіп бергеннен кейін құрсақ көтерді ме? Одан кейін енді кері байланыс ойымда болды, бірақ енді шауып жүргенде кейде ұмытып кетіп жатырмын. Адамның жеке басы ғой дейсіз, түсінікті. Мысалы, бір стандартты жастыққа қанша құрақ кетеді? Мысалға, мына жастыққа 16 құрақ кетіп тұр, 4-4-тен. Енді осының көрпешесіне мысалға 48 құрақ кетеді. Размер осы 16-да 16 болады. Осыған банағындай 2 жарымдық лентамен, яғни бұл жерде құрақты тігіп отқан кезде бізде сабырлыққа, шыдамдылыққа, үнемділікке барлығына тәрбиелейді ғой. Біздер мына бір құрақты тігу үшін мысалы 2 минут уақытым кететін болса, 6 көрпе, 6 көшікке мысалы қаншама құрақ осындай тігуіміз керек. Оны біздер асығыс, андай негізі жалпы құрақты кез келген адам тіге алмайды. Оған дейтін бір ептілік керек, андай бір шапшаң адамдар болады ғой, тынымсыз адамдар. Олар отыра алмайды, анаған шыдай алмауы мүмкін. Яғни құрақты тігу адамның табиғатына да байланысты. Кейде айтамын ғой, құрақ құрап мен демалдым деп. Сонда кейбір адамдар түсінбейді, ол қалай ол құрақ құрап адам демалады? Жатып алып аяғын созып демалмайсың ба деп. Сол сияқты мен мысалы өзім шынымен де осы құрақты тігіп отқан кезде миым демалады. Бұл енді адамның өз ісін сүюі деп білем. Кез келген адам өзінің сүйікті ісімен айналысса, сол істен рахат алса, жанын берсе, шынымен де демалады. Бұл енді сіздің өзіңізді тапқаныңыз ғой қолөнерден. Мысалы, кішкентай балалармен жұмыс істеп көрдіңіз ғой, құрақ тігуді үйретіп көрдіңіз бе? Иә, осы құрақтың түрлерін үйреттік. Оларда қызығушылық өте жоғары. Және жаңағыдай өз матаға қойып, өзінің размерлеріне дейін тігіп, оны кесіп отырады. Әрине енді жас ерекшелігіне де қараймыз. Өйткені кішкене иненің сабын ұстап білетін балалар тез қамтып кетіп жатыр. Енді кішкентайлар кішкене қолдары икемдері келмей жатады. Бірақ жаңағы ешқандай жаңағы уақыттың қалай өтіп кеткенін байқамай қаламыз. Балалар тіпті соның қызығына кіріп кеткені соншалық. Негізі кез келген бала қызығады деп ойлаймын. Ондай жаңағыдай ынтасы жоқ баланы көрмедім. Бәрі де кірісіп, тіпті жаңағы басқа бір сабақтарды өтіп жатқанда бір кей кезде болып қалады, бір ертерек бітіп қалады ол. Апай, мен ана немді бітіріп тастайыншы деп соған барып отырғысы келіп отырады. Сол сияқты негізі қолөнер деген өте балаларға ертерек үйрете берген несі жоқ. Артығы жоқ. Артығы жоқ. Негізі кез келген бала өнерге бейім деп айтамын. Дұрыс айтасыз. Енді менде бір мынадай қызық сұрақ болып тұр. Жалпы мамандық жыныс талғамайды ғой. Аспаз ер адамдарды көріп жатамыз. Сол сияқты тігінші ер азаматтар да бар, иә. Ал құрақ тігетін ер азаматтарды кездестіріп көрдіңіз бе тәжірибеңізде? Бізде бір тігінші болды. Соның жолдасы да құрақ тігеді. Екеуі отырып бірге тігеді. Әйелімен ер адам. Отбасылық кәсіп. Отбасылық кәсіп. Және де ол ер адам әйел адамға қарағанда ұқыпты тігеді. Мына тігісті 2-3 рет жүргізіп, солай тігеді. Керісінше ана әйелінің тіккен құрақтарын түзетіп отырады. Сонда мен таң қалғаным бар, мынандай еркек адам. Жалпы енді бана өзіңіз айтқандай кәсіп талғамайды ғой. Бірақ енді тігіншілік бағытқа, дизайнерлік бағытқа көбіне қыз балалардың кетіп жатқанын көреміз ғой. Бірақ бұл салада ер азаматтар да жұмыс істеп жүр дейсіз, иә? Түсінікті. Енді болашақта сізден жалпы құрақ өнерінен жаңа бұйымдар, жаңа түрлі жаңалықтар күтетін боламыз. Ісіңізге береке берсін. Бүгінгі сұхбатқа қонақ болып келгендеріңіз үшін көп рахмет. Көрерменге қызықты, позитивті ақпарат бердік деп ойлаймын. Қымбатты көрермен, Атырау телеарнасы әр шаңырақта қосылу болсын. Осымен тектілік бағдарламасы аяқталды. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.